Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 10-шы сыныптағылар үшін қоғамдық гуманитарлық бағытқа 3-ші тоқсандағы номер 2-ші ең маңызды эс элементтер және олардың байланыстары бөлім бойынша жиынтық бағалауды талдайтын боламыз. Бұл бізде 2-ші нұсқа. Олай болса тапсырма көшейік. Жоғарыдан төмен қарай қатардағы сілтілер жер металдары қалай өзгеретінін жазыңыз. Сілтілік жер металдары, яғни атом радиусы олардың артады. Электрондарды беру мүмкіндігі артады. Тотықсыздандырғыш қасиеті күшейеді. Келесі тапсырма. Элементтердің электрондық формуласын жаз. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Кальций 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Келесі тапсырма. Өзгерістерді жүзеге асырыңыз. Бірінші, кальцийға су қосып, кальций гидроксидін алып аламыз. Кальций OH2 бөлінеді, сутек газы. Екінші тапсырмада осы кальций гидроксидіне қосамыз көмір қышқыл газын. Сонда кальций карбонаты, бұл бізде тұнба және су түзіледі. H2O. Үшінші, кальций карбонатына тұз қышқылын қосамыз. 2H хлор, кальций хлор 2 қосылған CO2 қосылған H2O. Келесі тапсырма. Реакция теңдеулерін жазыңыз. Калийдің сумен реакциясы, магнийдің сумен реакциясы. 2 калий қосылған 2H2O, 2 калий гидроксиді және сутек газы. Тура осылай магний қосылған 2H2O, магний гидроксиді және сутек газ бөлінеді. Келесі тапсырма бізде мына жерде айтайын, магнийді сумен әрекеттестіргенде, яғни ыстық сумен, магний гидроксидін бөлінеді. Немесе магнийді су буы деген бар, H2O. Ол кезде магний оксиді және сутек газы бөлінеді. Егер нақты берілмесе, екеуінде жазып қойсаңыздар. Келесі тапсырма. Сәйкестендіру. Натрий нитраты. Натрий нитраты бізде мына жерге жазайын, 1 тыңайтқыш ретінде қолданылады, 1 Е. Екінші, натрий хлориді. Натрий хлориді бұл тұз, тағамдық тұз, немесе консервант ретінде, 2 Б. Үшінші, калий гидроксиді. Калий гидроксиді бізде сабын алуды көп қолданады, 3-ті. Төртінші, калий хлориді, бұл импульстарды өткізу, 4Г. Бесінші, калий перманганаты, ол бізде үйдегі марганцовка, дезинфекциялау үшін, 5В. 6 калий карбонаты, бұл өсімдік күлінде, 6А.
Келесі тапсырма: заттардың қайсысында натрийдің массалық үлесі көбірек? Натрий карбонаты немесе бикарбонаты дейді. Натрий карбонаты бізде натрий CO3 карбонат және бикарбонат. Бикарбонат натрий HCO3. Бикарбонат. Енді MR-лерін тауып, MR натрий 2CO3 тең 46 қосылған 12 қосылған 48. Сонда болады 106 граммоль. Так, 106 деп қойыңыздар. Енді массалық үлес натрий 46-ны бөлеміз 106-ға, көбейтеміз 100-ге. Сонда 43,4% шығады. Енді бикарбонат MR натрий HCO3 23 қосу 1 қосу 12 қосу 48 84. MR емес, енді массалық үлес. Массалық үлес натрий тең 23-ті бөлеміз 84-ге, көбейтеміз 100-ге. Бізде бұл жерде шығады 27,4%. Енді жауабы. Жауабы натрий 2CO3-те көбірек. 43,4%. Осымен біздің талдауымыз аяқталды. Бұл бізде 12 балдық. Сұрақтар болса, комментарий бөліміне өтіп жазып кетіңіздер. Міндетті түрде оқитын боламын. Рахмет.